Балалар, мен сендерге бүгін ертегі айтуға келдім. Ертегіні білеміз ба? Апаларың ертегі айтып бере ма сендерге? Береді. Бүгін біз бауырсақ ертегісін айтамыз, Жағда бір ата мен ата. Атаның бауырсақ жегісі келеді. Сосын апаға айтады, маған бауырсақ пісіріп берші дейді. Сосын апасы айтады, жарайды, мен саған онда бауырсақ пісіріп берейін. Қалған ұнымен де қағып сілкіп бар ұнмен атаға бауырсақ пісіреді. Бауырсақ ыстық болғаннан кейін ата су жия алмағаннан кейін ата оны терезенің алдына суытсын деп. Бауырсақ дөңгелеп тауға қарай кетеді. Содан дөңгелеп келе жатса алдынан қасқыр шығады. Ой, бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Сонда бауырсақ айтады, аха, мені жемеші, мен саған өлең айтып берем дейді. Содан бауырсақ айтады, мен апамнан қаштым, мен атамнан қаштым, ал енді бауырсақ, сенен де қашам деп бауырсақ қасқырдан да қашып кетеді. Қашып келе жатса алдына аю шығады. Мен сені жеймін бауырсақ дейді. Сонда бауырсақ айтады, мені жемеші, мен саған өлең айтып берем дейді. Сөйтіп, мен апамнан қаштым, мен атадан қаштым, мен қасқырдан қаштым, ал енді сенен де қашам деп аюдан қашып кетеді. Қашып келе жатса алдынан қоян шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Мені жемеші, саған өлең айтам дейді. Мен апамнан қаштым, мен атадан қаштым, мен қасқырдан да қаштым, аюдан да қаштым, ал енді сенен де қашам деп қашып кетеді. Сөйтіп қашып келе жатса алдынан қу түлкі шығады. Сосын түлкі айтады, мен сені жеймін бауырсақ дейді. Сонда айтады, жоқ, сен мені жеме, мен саған өлең айтып берем дейді. Сөйтіп өлең айтайын деп жатқанда қу түлкі не істейді? Бауырсақ, менің құлағым естімейді дейді. Менің тұмсығым ашығып өлең айтшы, мен сонда ғана естимін дейді. Сөйтіп бауырсақ тұмсығын ашығып өлең айтайын деп жатқанда қу түлкі не істейді бауырсақты? Жеп қояды. Түлкінің қулығын асырап сөйтіп бауырсақты жеп қояды. Қандай ертегі айттық бүгін біз? Айтыңдаршы балалар. Бауырсақ ертегісі, бауырсақты кімге пісіреді? Атаға пісіреді, сөйтіп атаға пісіріп суысын деп қайда қояды? Терезеге қояды, дұрыс айтады. Сосын бауырсақ не істейді? Домалап кетеді, сөйтіп домалақтардың алдынан кім шығады? Қасқыр шығады, Қасқырға өлең айтып, қасқырдан қашып келе жатқанда тағы кім шығады алдынан? Аюдан да қашады, тағы кім шығады сосын? Қоян шығады, одан кейін кім шығады? Түлкі шығады, сөйтіп түлкі қулығын асырып бауырсақты не істейді? Жеп қояды. Көрдің ба, түлкі қандай қу болған, Сол үшін түлкі сияқты қу болмау керек, адал болу керек, Ұнады ма? Жарайсыңдар балалар. Мен онда қайтайын, Ұнаса сендерге ұнады ма? Ертең тағы ертегі айтып берем, аха?